Баршаңызға қайырлы күн, саламатсыздар ма, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі 164-ші уақыт өлшем бірліктерін түрлендіру сабағы. Сабақтағы есептер жеңіс күніне арналады. Бірінші тапсырмада бізде ескерткіштер берілген. Мінекей осы ескерткіштердің барлығы Ұлы Отан соғысының батырларына арналған. Олардың қайда орнатылғанын және қашан орнатылғанын білуге болады. Ол үшін астындағы берілген кестедегі өрнектердің мәнін табу керек. Осы өрнектердің мәнін мына жердегі сандармен сәйкестендіреміз. Сонда біз қажет сұраққа жауап бере аламыз. 1 сағатта 60 минут болса, 2 сағатта 120. 120-ға 15-ті қоссақ, 135. 135-тен 90 минут аламыз. Сонда бұл жердің мәні 45 минутқа тең. Мына жерде секундқа айналдырамыз. Сонда бізде 400 секунд шығады. Мына жерден 360, оған 40-ті қоссақ 400. 400-ді 8-ге бөлгенде 50 секунд шықты. Неге секундпен, минутпен ғана есептеп жатырмыз, сағатқа айналдырмаймыз, өйткені біздің мәліметтерімізде ескерткіштердің астында тек минутпен, секундпен ғана берілген. Мына жерде енді минутты секундқа айналдырамыз. Сонда бұл жерде 295 секунд шығады екен. 295 секунд. Оған 310-ды қосқан кезде 605. Ой, бұл қателесіп кеттім ғой. 605 секунд мына жер шығады. Ал мына жерде бізде 900 секунд шығады. 150-ді алтыға көбейткенде 900 секунд. Мына жеріміз 5 сағатта 300 минут бар. 300-ге 20-ны қосақ 320. 320-ны 4-ке бөлсек 80 минут шығады. Енді қай ескерткіш қай батырға арналған? Мына жердегі 45 деген жерде Панфилов ескерткіші екен. Мен оның суретін көрсетіп қояйын. Панфилов ескерткіші. Келесі екінші өрнекте Бауыржан Момышұлы. Ол 50 секунд. Мына отырған Бауыржан Момышұлы. Келесі бізде Мәншүк Мәметова мен Әлияға арналған ескерткіш. Келесі 900 секунд деген бұл Даңқ мемориалы Алматыдағы. Ең соңғысы бұл Луганскийге арналған ескерткіш екен. Екінші есеп. Арман Бауыржан Момышұлының Москва үшін шайқас романының әрбір бетін 7 минуттан және бір күнде 15 беттен оқып отырды. Ол бір күнде кітап оқуға қанша уақытын арнады? 3 күнгеше жауаптарын сағат пен минутпен өрнектейміз. Арман күнде 15 бет оқиды екен. 15 беттің бір бетін 7 минуттан оқыды. Сонда әрқайсысын 7 минуттан оқитын болса, 15 бетті ол неше уақытта оқып шығады? Соны табуымыз керек. Ол үшін 7-ні 15-ке көбейтеміз. Сонда бізде 105 минут шығады. Демек, бір күнде осынша уақыт оқиды екен. Енді 3 күндегісін табу үшін осыны 3-ке көбейте саламыз. 105 минутты көбейтеміз 3-ке. Сонда бізде 315 минут шықты. Енді есептің шарты бойынша осы уақытты сағатпен және минутпен есепте деп тұр. Мынаны да сағатпен, минутпен есептейік. Сонда бұл жерде 60-ы 1 сағатқа кетеді, ар жағында 45 минуты минут күйінше қалады. Демек, бір күнде 1 сағат 45 минут уақыт жұмсаған. Ал 3 күнде мына жердегі 300-ді 6-ға бөлсек 5 шығады. 5 сағат. 5 сағат, ал 15 минуты минут күйінше қалады. Сонда 3 күнде 5 сағат, 15 минут уақыт жұмсаған кітапты оқу үшін. Ә бөлігінде оқушыларға музейдің Ұлы Отан соғысы жылдарында бөлімін таныстыру сағат 9:30-да басталып, 11:15-те аяқталды. Оқушылар музейде қанша уақыт болды? Жауабын сағат және минутпен өрнекте.
Музейде неше уақыт болғанын табу үшін біз мынау аяқталған уақыттан басталған уақытты алып тастай саламыз. 11 сағат 15 минуттан 9 сағат 30 минутты азайтамыз. Енді минутта алуымыз керек. Бізде мына жерде минут 15 минутымыз 30 минутқа жетпейді. Сондықтан мынаның 1 сағаттың 11 сағаттың 1 сағатын минутқа қосамыз. Ол 60 минут болып келеді. 60 минут мына жақтан келді, өзі 15 минут бар. Сонда мына жеріміз біздің 75 минут болады. 75 минуттан 30 минутты азайтатын болсақ, 45 минут уақытымыз қалады. Мына жақта бізде 10 сағат қалды. 10 сағаттан 9 сағатты азайтамыз. Ол жерде 1 сағат қалады. Сонда 1 сағат 45 минут музейде болған. Үшінші тапсырмада берілген уақыттарды минутпен есептеп шығамыз. 6 сағат, 1 сағатта 60 минут болса, 6 сағатта 360 минут болады. 360-қа 20-ны қосамыз, сонда 380 минут шығады. Тоғыз сағатты минутқа айналдырсақ, 540, оған 10 минутты қосамыз, 550 минут. 4 сағатымызда 240 минут бар, оған қасындағы 30-ды қосамыз, сонда 270 минут шығады. 7 сағатта 420 минут бар, оған 40-ты қосамыз, сонда 460 минут шықты. Төртінші есепте теңдеу құрып шығарамыз. Кітапханаға жеңіс күні мерекесі қарсаңында басылып шыққан 90 дана кітап әкелінді. Олар әрбір қорапқа 10 данадан салынған. Кітапханаға барлығы неше қорап кітап әкелінді? Есепті сызбамен түсіндірейін. Барлығы 90 дана кітап. Мынаның барлығы 90. Енді әр қорапқа 10 кітаптан салып қойған. Бір қораптың ішіне 10 кітап салып қойған. Осындай бір неше қорап, бірақ қанша қорап екенін біз білмейміз. Сонда бір қораптың ішінде 10 болса, бір неше қораптың ішінде әр қайсында 10-10-нан болса, бізде мына жердегінің барлығы x. Демек 10 мен x-ті көбейтуіміз керек қой. Көбейткен кезде бізде 90 дана шығып тұр. Міне теңдеу өзінен өзі шықты. 10 мен x-тің көбейтіндісі 90-ға тең. Есебіміз осы осы теңдеу арқылы шығады. Енді теңдеу қарапайым теңдеу, оны ары қарай шығара саламыз. X-ті табу үшін 90-ды 10-ға бөлеміз. Сонда біздің x-міз 9-ға тең. Ары қарай тексере саламыз. 10 көбейту 9 тең 90. 90 мен 90 тең. Сонда кітапханаға неше қорап кітап әкелінді дейді? 9 қорап кітап әкелінді. Ә бөлігінде жеңіс күні мерекесі құрметіне ұйымдастырылған әскери шеруге әскери мектептердің 150 оқушысы қатысты. Олар әр қатарда 15-тен сап құрып өтті. Әскери мектеп оқушылары неше қатар сап құрды? Бұл есепті де сызбамен түсіндірейін. Сап құрды дейді. 15-тен әр қатарда. Бір неше қатар бар. Демек қатардың саны қанша екені бізге белгісіз. Оның әр қайсында 15 адамнан болған. Осының барлығын қосқан кезде 150 оқушы шыққан. Енді бізден сұрайды. Сонда бізде қатар саны, мынандай қатар сандары қанша? Соны табуымыз керек. Теңдеу құру үшін бізде ол x белгісіз болып тұр. Енді әр қайсында 15-15-тен болса, және сол x қатарды көбейткен кезде барлығы 150 болып тұр. Міне теңдеу өзінен өзі шықты. Сонда қатар санымыз қанша, соны табамыз. Ол үшін 15-ті x-қа көбейтеміз. Барлығы 150 шықты. Енді теңдеуді шеше береміз, ары қарай қарапайым теңдеу ретінде. X-ті табу үшін 150-ді 15-ке бөлеміз. Сонда біздің x-міз 10-ға тең. Демек қатардың саны 10 екен.
ары қарай тексереміз. 15-ті 10-ға көбейтеміз. 150, мына жағы 150, мына жағы 150, екеуі тең. Есеп шешілді. Әскери мектеп оқушылар неше қатар сап құрды дейді? 10 қатар сап құрған. 5-ші тапсырма қанша уақыт өтті дейді. Біз бұндай есепті алдыңғы сабақта шығарған болатынбыз. Мына уақыттан мына уақытқа шейін қанша уақыт өтті? Оны табу үшін соңғы уақыттан бастапқы уақытты алып тастаймыз. Сөйтеміз де шыққан нәтижені минутпен, секундпен өрнектейміз. 10 секунд 15 секундқа жетпейді. Азайта алмаймыз. Сондықтан біз мына жақта 43 минуттың 1 минутын секундқа береміз. Ал 1 минут дегеніміз 60 секунд. Ол 60 секундқа мына 10 секундты қоссақ бізде 70 болады. 70-тен 15-ті азайтамыз. Бізде 55 қалады. Мына жерде 43 ет 1 минутын беріп қойғанбыз. Сондықтан 42 қалды. Енді 42-ден 39-ды азайтамыз. Сонда бізде 12-ден 9-ды азайтсаң 3. Мына жақта 3-тен 3 азайтсаң 0. 8 сағаттан 8 сағат азайтамыз, 0 сағат қалады. Енді бұларды жазбай қойсақ та болады. Сонда бізде 3 минут 55 секунд өткен. Екінші сағатқа қараймыз. Секундтан секунд азайтамыз, өткен жетіп тұр. 53-тен 1 секунд азайтамыз, 52 секунды қалды. 26 минуттан 25 секунд азайтамыз, бұл жерде 1 минут қалады. Мына жерде 0 сағат. Бұны жазбай қойсақ та болады. Сонда екінші сағатта 1 минут 52 секунд өтіп кетті. 6-шы тапсырмада берілген уақыттың барлығын сағатпен өрнектепті. Бір тәулікте 24 сағат бар екені белгілі. Құрметті оқушым, мына жерде көрсетілген тәуліктерді сағатқа айналдыру үшін сіз барлық сандарды 24-ке баған түрінде көбейтіп алыңыз. Сосын қасындағы сағаттарды қосамыз, сонда бізде қанша сағат екенін өрнектеліп шығады. Оның бәрін өз бетіңізше орындаңыз. Болған соң осы менің видеомдағы сабақпен есеппен салыстырып көресіз. Ал кеттік. 5 тәулік. Bir тәулікте 24 сағат болса, 5 тәулікте 120 сағат болады. Оған қасындағы 13 сағатты қосамыз. Барлығы 133 сағат шықты. 2 тәулікте 48 сағат бар. Оған 19 сағатты қосамыз. 67 сағат шығады. Келесі 8 тәулік. 8-ді 24-ке көбейткенде бізде 192 сағат шығады. Оған 3 сағатты қосамыз. Барлығы 195 сағат шықты. Келесі 3 тәулікте 72 сағат бар. 24-ке 3-ті көбейткенде оған 10 сағатты қосамыз. Сонда 82 сағатқа тең болды. 7-ші. Бастауыш сынып оқушылары Ұлы Отан соғысы ардагерлерімен кездесу ұйымдастырып, тәрбие сағатын өткізді. Кестеде әрбір сыныптың тәрбие сағаты қаншада басталып, қаншада аяқталғаны көрсетілген. Әр сыныптың тәрбие сағаты қанша уақытқа созылғанын анықтау керекпіз. Ол үшін аяқталған уақыттан басталған уақытты алып тастаймыз. Сонда қанша уақытқа созылғаны шығады. Мына жерде минутта азайтуымыз керек. Мына минутқа жетпейді. Сондықтан 10 сағаттың 1 сағатын минутқа береміз. 60 минут болады, мына жер 70 болады, 10-ды қосқанда. Енді 70-тен 35-ті азайтсақ, 35 минут қалады. Ал мына жақта 9 сағат қалған еді. Ол 9 сағаттан мына 9 сағатты азайтсақ, 0 сағат қалады. Демек, бұл жерде 35 минутқа созылған. Келесі. Сағаттан сағатты азайтамыз. 10 сағаттан 10 сағатты азайтамыз, 0 қалады. 40-тан 0 минутты азайтамыз, 40 минутқа созылды. Келесі. 30 минуттан 20 минутты азайтсақ, 10 минутымыз қалады. 12 сағаттан 11 сағатты азайтсақ, 1 сағатымыз қалады. Демек, бұл жерде 1 сағат 10 минутқа созылған. Келесі. 17 сағат
сағаттан 15 сағат 30 минут азайту үшін мына жерде 00 минуттан 30 минут азаймайды. Сондықтан мынадан 1 сағатты минутқа айналдырамыз. Біздің мына жеріміз 60 минут болады. Енді 60 минуттан 30 минут азайтсақ, 30 минут қалады әрине. Мына жақта 16 қалды. Өйткені біреуін біз минутқа беріп қойдық. 16 сағаттан 15 сағатты азайтсақ, 1 сағат қалады және 30 минут қалады. Осынша уақытқа созылған 4-ші сыныптың кездесуі. Келесі 8-ші тапсырмада секундпен өрнектеуіміз керек. Құрметті оқушым, тағы да айтам, мына жердегі минуттардың бәрін секундқа айналдыру үшін 60-қа көбейту керек. 4-ті, 6-ны, 10-ды сөйтіп қасындағы секундты қосамыз. Оның бәрін сіз өз бетіңізше орындап алыңыз. Сосын менікімен салыстырасыз. Ал кеттік. Мына жерде 1 минутта 60 секунд бар. Екеуін қоссақ 96 секунд шықты. 4 минутты 60-қа көбейткен кезде 440, оған 24-ті қосатын болса, 240, сонда 264 секунд шықты. Мына жерде 6 минутымыз 360-қа тең. Оған 50-ді қосамыз, 410 секундқа тең. 10 минут дегеніміз 600 секунд, оған 7-ні қосамыз, 607 секунд шықты. 5 минутымыз 300 секундқа тең, оған 45-ті қосамыз, 345 секунд. 3 минут дегеніміз 180, оған 17-ні қосамыз, сонда 197 секундқа айналды. 9-ші тапсырмада фигуралар берілген, олардың периметр мен ауданын табуымыз керек. Ол үшін бізге қабырғаларын табуымыз керек, өлшеуіміз керек. Ұзындығы, ұзын қабырғасы 6 сантиметрге тең екен. Ені 3 сантиметрге тең. Оның периметр мен ауданын табу оңай. Енді келесі бізде барлық қабырғасы тең болса, ол шаршы. Шаршының периметр мен ауданын табу формуласына саламыз. Тік төртбұрыштың периметрін табу үшін ұзындығы мен енін қосып, оны 2-ке көбейтуіміз керек. Өйткені ұзындығынан 2, енінен 2. Оның формуласын біз жақсы білеміз. Енді бірденен периметр табуға көшейік. Ұзындығы бізде 6 сантиметр, ені 3 сантиметр, қосамыз да 2-ке көбейтеміз. 9 сантиметр шықты, оны 2-ке көбейтетін болса, 18 сантиметр периметр. Енді ауданды табу үшін біз ұзындығы мен енін көбейте саламыз. 6 сантиметр мен 3 сантиметрді көбейтеміз. Ол болады 18 сантиметр квадрат. Екінші фигурамыз біздің шаршы болатын, сондықтан оның бір қабырғасының өлшемі белгілі болса жеткілікті. Енді оның периметрін және ауданын қалай табамыз? Оны да біз білеміз. Периметрді, шаршының периметрін табу үшін қабырғасын 4-ке көбейте саламыз. Қабырғасы бізде 3 сантиметр, оны 4-ке көбейтсек, 12 сантиметр болып периметрі шықты. Ауданды табу үшін сол белгілі қабырғаны өз-өзіне көбейте саламыз. 3 сантиметрді 3 сантиметрге көбейтеміз. Сонда бізде 9 сантиметр квадрат аудан шықты. Соңғы 10-ші тапсырмада бізге мынандай теңдіктер берілген. Енді осы теңдігіміз дұрыс болатындай етіп, жақшаларды қойып шығуымыз керек. Бірінші теңдікке қарайық. Теңдіктің мәні 40 болу керек. Қалай 40-ты шығаруға болады? Ол үшін мына 100-ден 60-ты азайту керек. Енді қай жердегі амалдарды орындасақ 60 шығады. 75-ті 5-ке бөлсек 15, бірінші осы амал орындалады. Одан кейін 45-ті қосу амалын орындауымыз керек. Сондықтан біз жақшаны осы жерге қоямыз. Егер жақшаны қоймасақ, онда бізде бөлуден кейін бірінші азайту орындалып кетеді. Ол жерде дұрыс болмай қалады. Сондықтан бұл жерге қойып көрейік. 75 пен 5-тің бөліндісі 15-ке тең. 45 пен 15-ті қоссақ 60, 100-ден 15-ті азайтсақ 40. Енді келесі бұл жерге жақшаны қоя алмаймыз, басқа жерге қоямыз. 26 шығу үшін біз енді жақшаны басқа жерге қояйық. Жақшаны мына жерге қойсақ қалай болады екен? 100-ден 45-ті азайтамыз. Ол жерде бізде 55 шығады. 55-ке 75-ті қосамыз.
130-ға тең болады. 130-ды 5-ке бөлсек 26 шықты. Теңдік. Егер осы жерге жақшаны қойсақ, теңдігіміз дұрыс шығады екен. Енді 76 шығу үшін жақшаны басқа жаққа қояйық енді. Енді біз бір амалды ғана қолданамыз, бір амалды ғана. Мына жерге қойып көрейік. Мына екеуін қоссақ 120 шықты. 120-ны 5-ке бөлсек 24 шығады. Сонда бізде бірінші жақшаның іші орындалады, екінші бөлу орындалады, ең соңында азайту. Мына жерден 120-ны 5-ке бөлген кезде 24 шықты. Енді 100-ден 24 азайтсақ 76 деген санымыз шықты. Әрине, құрметті оқушым, мұның бәрін өзіңіз өз бетіңізше баған түрінде орындап кейін тексересіз. Енді бұл жерлерге қоймаймыз. Енді басқа жерге қойып көреміз. Мына жерге қойып көрейік. Бізде осы жер ғана қалды. 100-ден 45-ті азайтсақ 55 қалады. 55 75-ті 5-ке бөлген кезде жаңа 15 шықты мына жерде. 55-ке 15-ті қоссақ, әрине 70-іміз шықты. Сонда жақшаны жерге қойғанымыз дұрыс екен. Осымен сабағымыз аяқталды. Видеоның соңына дейін көрген болсаңыз, комментарий жазып қойыңыз, лайк басып қойыңыз және қоңыраушаны да басуды ұмытып кетпеңіз.